па? Ал мұсылман күнтізбесі бойынша, ай күнтізбесі бойынша ең бірінші ай Мухаррам ай. Сол Мухаррам айында пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Бану Бәкір және Килаб руларына, немесе Бану Бәкір ибн Килаб руларына Мұхаммад ибн Мәсләмә деген өзінің жеке агентін 30 сахабамен бірге, 30 атты әскермен бірге сол руға қарай жібереді. Олар мұсылмандарға қарсы құйтырқы бірдеңені дайындап жатыр деген хабар жетеді. Сол хабармен міне Мұхаммад ибн Мәсләмә шығысқа қарай жортып 7 күн бойы жүрген дейді анаған. Шөл даланы тіліп отырып 7 күн бойы жүрген дейді. Барып аналардың барлығының ойран топанын шығарып, я әскер жинай алмай, я қол жинай алмай, сонымен ана жерде жапа тармағай бәрі шыңдарға, тауларға қарай қашып кетті дейді жаңа. Сол жерден біраз түйелерді, қойларды еншілеп, олжалап қайтты дейді. Мінекей сол жолдан келе жатқан кезде, жаңағы жорықтан келе жатқан кезде, Мұхаммад ибн Мәсләмә радиаллаху анху Бану Ханифа, жаңа Мусайлама Кәззаптың руының басшысы бар. Сумама ибн Усал деген кісі. Сол кісіні, міне, Бану Ханифа тайпы, сол кісі Меккеге қарай кетіп барады екен умра жасауға. Жолдан ұстап алады Мұхаммад ибн Мәсләмә. Түнделетіп Мәдинаға кіреді де, Мәдинаға келіп ешкім жоқ екен, пайғамбар саллаллаху алейхи мешіттің ішінде бөренеге байлап тастайды жаңа Сумама ибн Усалды. Мешіттің ішіне байлайды. Таңертең пайғамбар саллаллаху алейхи таң намазына тұрса, мешіттің ішінде байланып тұр дейді бір кісі. Сөйтіп сахабаларға айтады: кімді ұстап алып келгендерін білесіңдер ме? Жоқ, бірақ бір мықты біреуді ұстап алдық дейді. Сахабалар айтады: бұл Сумама ибн Усал ғой дейді. Бану Ханифа тайпасының басшысы ғой дейді. Араб жазирасындағы бүкіл Араб жазирасын арпа, бидай мен астықпен қамтамасыз етіп отқан экономикалық кез келген аймаққа соққы берілетін тайпа. Соның басшысы ғой бұл дейді. Машалла, жақсы болды дейді. Өйткені бұл мұсылмандарды өлтіруге араласқан екен ана. Қазір келесі жорықта келеміз оған. Мұсылмандардың өлтіруіне араласқан кісілердің біреуі екен да. Мұхаммедті кездестірсем, бетін тіліп өлтірем деп айтады екен да. Осыдан кездестірейін Мұхаммедті, бетін тіліп өлтірем деп айтады екен. Жаңағы кісі. Сумама. Енді бетін тілетін адам бөренеде тұр байланып. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам келеді де Сумама ибн Усалға көреді де дереу қайтадан үйге кіріп Айша анамызға айтады: Айша, үйде не бар дейді. Алланың есі қатқан нан бар дейді. Сосын түйенің сүті бар дейді. Онда ең сол тәп-тамақ сол болса мына Сумамаға берші дейді. Айша анамыз беріп жібереді тамақты. Сумама жеп алады анан. Өздері таң намазын оқиды. Пайғамбар таң намаздан кейін бір-екі насихат айтады. Мұсылмандардың ананың ішінде керемет бауырмыз, бесін болады, бесінге келеді, азан шақырылып жатыр. Керемет анау атмосфера дейді ғой енді. Анаған әсер етеді кәдімгідей. Ертеңіне таң намазына шығады пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Сөйтіп Сумамаға келіп айтады: Сумама, қалай жағдайың дейді. Жақсы. Қандай ойың бар дейді. Ой болғанда, Мұхаммед былай. Егер де сен мені қазір азат етсең, жақсылықты түсінетін, шүкірлік ететін адамды азат еткен боласың дейді. Ал егер жанға жан, қанға қан деп ана сахабалардың қанын талап етсең, міне мен сенің алдында байлаулы тұрмын, өлтіре сал дейді. Ал егер адамның құны керек болатын болса, 100 тие, менің құным 100 тие болатын болса, онда менің кім екенімді білесің дейді. Менің артымда бүкіл Араб жазирасының экономикасын ұстап отқан адамдар тұр, келеді де саған 100 емес 200 тие беріп кете салады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам күледі де кетіп қалады таң намазына. Дәл сол мәміле, дәл сол нәрсе қайталанып, ертеңіне таң намазына шығып кеткен кезде: Сумама, сенің ойың қандай дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ең тәтті тамақтарды әкелген дейді Сумамаға. Анау көріп жатыр, мұсылмандардың керемет сипаттары енді сахабалар деген ла мәсила лахум дейді. Оларға ешқандай не жүрмейді, мысал жүрмейді енді, ол сұмдық енді олардың бауырмашылығы деген. Біз бір-бірімізді атып тұрамыз ғой көзден. Жоқ, сахабалар ондай болмаған, ондай көзді болмаған сахабалар. Оның барлығының мәмілесін көріп жатыр. Үшінші күн өткен кезде келіп: Сумама, не ойың бар деді ғой. Дәл сол үш жауапты солай қайтарып берді. Сумама ибн Усал. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларға айтты: Сумаманы босатып жіберіңдер дейді. Ана жерде омарлар тұр ғой. Қалай ол деген сияқты. Қалай ол босанып кетеді, Алланың елшісі. Өлтіріп тастай салайық та оны. Қанша мұсылманның, біздің жолдастарымыздың қан төгуіне себепші. Қиын, дұрыс па? Жүрекке ауыр, қиын. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам әр істің астынан бір нәрсені не істейді? Біліп тұрады еді. Ол босатты да жіберді, бара бер деп, боссын деп. Келген көлігін қайттан өзіне мінгізіңдер дейді пайғамбар. Анау көлігіне мінеді де шығып кетеді Мәдинадан.
Шығып кетеді де Мәдинаның сыртындағы бұлақтарға барады да ғұсыл алып алады. Қайттан атына мінеді де пайғамбар саллаллаху мешітіне кіріп келеді, намаз оқып болып жатыр екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Ей Мұхаммед" дейді. "Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва аннака Мұхаммадун расулаллах" дейді. "Ей Мұхаммед, Алладан басқа тәңірдің жоқтығына куәлік етем, және сен Алланың елшісі екендігіне куәлік етем" дейді ғой. Сахабалар деген жаңа деп отқандар Аллаху акбар барлығы естіңіз. Сахабалардың барлығы тәкбір айтып жатыр. Сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға келді де айтты: "Ей Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам, мен саған шындықты айтайын. Жердің бетінде сенің жүзіңнен сүйкімсіз жүз жоқ еді" дейді маған. "Көрсем тілем деп жүрген бетің" дейді да. "Бірақ бүгін маған сенің жүзіңнен де сүйікті жүз жоқ маған жер бетінде. Ей Мұхаммед, сенің қалаңнан сүйкімсіз қала жоқ еді маған жер бетінде. Мәдинаны өртеп жібергім келетін еді" дейді. Ясребті. "Бірақ бүгін сенің қалаңнан сүйкімді қала жоқ маған. Сенің дінің естіген кезде шекем тырысатын еді" дейді. "Жыным келеді" дейді ислам туралы. "Бірақ бүгін ей Мұхаммед, сенің дініңнен сүйікті дін маған жоқ" дейді. "Ей Сумама, жайша жүрсің ба" дейді ғой пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. "Жайша жүрсің." Сонда Сумама радиаллаху анху айтты дейді: "Ей Мұхаммед, негізінде мен умраға кетіп бара жатқанмын" дейді. "Бірақ осылай болып қалды жағдай." Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қуанып кетті. "Олай болатын болса, сен умраны" дейді, "кіші қажылықты надандық дәуіріндегідей емес, шариғат көрсеткендей етіп орында" дейді. Анан қараңыздар. Аллаху акбар. Тарихта тұңғыш рет шариғат заңдылығы бойынша умра қажылығын өтеген кісі осы кісі екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан бұрын. Сонымен қалай жасалу керек шарттардың барлығын үйретті Сумама ибн Усалға. Сонымен кетті ғой шариғаттың заңдарын барлығын біліп алып. "Я Алланың елшісі, мен қазір умра жасаймын" дейді. "Елге барамын да ислам таратамын" дейді ғой. Ана қараңыз. Ең ауыр тайпаға кетіп бара жатыр. Содан Мәдинадан шыққаннан бастап Меккеге дейін лаббайк Аллахумма лаббайк, ей Алла, мен сенің құзырыңдамын, маған бұйыр. Лаббайка ла шарика лака лаббайк, я Алла, мен сенің құзырыңдамын, сенің ешқандай серігің жоқ. Иннал хамда бүкіл мақтау ва ниъмата күллі нығмет лака вал мулк, бүкіл билік мүлк сенікі дейді. Ла шарика лак, сенің ешқандай серігің жоқ, я Алла деген Меккеге қарай тәлбияны айтып кетті дейді. Меккеге жақындаған кезде, мына тәлбияны естіген кезде Құрайш дірілдеп кетті дейді. Кеше өздері Ахзабтан Хандақ шайқасынан келіп отқандар ғой, дірілдеп. Мынаны естіп мүлдем дірілдеп кетті. Ішінен бір жас жігіт шықты да жебемен көздеп тұр. Сумаманы атайын деп жатқан кезде, "Ай, атпа, кімді атайын деп жатсың сен? Тоқтат, атпа. Анау Бану Ханифаның басшысы ғой ол" дейді. "Қазір бұны өлтірсең біттік біз, бәріміз жоқ болып кетеміз мына жерде." Сонымен анау үндемеңдер, істеп алдың дейді. Шариғат бойынша Алланың оның елшісі көрсеткені бойынша умраның нелерін, жаңа рүкіндерін өтеді дейді. Болғаннан кейін, "Ей Сумама, не болды? Дініңнен безіп кеттің ба?" деп айтты дейді Құрайштың үлкендері келіп. Қатты жол қалмайды оған, өйткені ана жақтан бидай астық келіп отыр ғой. Қатты ауыр әңгіме көтере алмайды, ауыр әңгімені. Сонымен сондай болып кеттің ба дейді. "Жоқ, мен одан да хайырлы дінге өттім, Мұхаммедтің дініне саллаллаху алейхи вассалам" дейді. "Енді сендер де өтпейінше" дейді, ана қарасаңшы. "Енді сендер де Мұхаммедтің дініне өтпейінше, қазір мен елге қарай кетіп бара жатырмын" дейді. Бану Ханифаға қарай. "Bir түйір бидай бермеймін" дейді барғаннан кейін. "Мен барам Меккеге, бір түйір бидай шықпайды" дейді. "Ойбай Сумама, бізді қинама, ой бүйтпе сөйтпе." "Жоқ, Мұхаммедтің дініне өтпейінше, оған зиян берулерін тоқтатпайынша осылай болады" дейді. Сонымен жаңағы еліне кетеді, Құрайшқа не келмейді? Bir түйір бидай келмей қалады ғой. Bir түйір бидай келмейді. Ана қараңыз. Мына Құрайш жылап жатыр мына. Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам хат жолдап жатыр. "Ей Мұхаммед, өзің айтасың, туыстық қарым-қатынасты сақта" деп. "Енді неге өзің бұзасың" дейді. Ана қарасаң, осындай кезде керек болып қалады. "Өзің айтасың, туыстық қарым-қатынасты бұзба. Не мынау енді" дейді. "Бидай келмей жатыр бізге. Астық жоқ, кім жоқ. Айтшы ана Сумамаға жіберсін бізге." Сонымен пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, "Ай субханалла, ондай мінез жер бетінде жоқ қой." Сумама ибн Усалға хат жаздырып жіберді дейді ғой. "Баяғыдай қалай мәміле жасадың, солай мәміле жасай бер" деп айтты. Міне содан кейін Сумама ибн Усал радиаллаху анху сол жерде ислам дінін таратты. Пәленбай адам соның қолымен исламға өтті Бану Ханифада. Мусайлама Каззаб өтірікші шыққан кезде, "Ей, бұл өтірікші, бір заманда екі пайғамбар болмайды, бұл ақырғы заманның пайғамбары" десе де халықтың барлығы Мұхаммедтің пайғамбар екенін білеміз деп айтады дейді. "Шынымен пайғамбар, бірақ өзіміздің ауылдағы сасық ауыз жақсы" деп айтады дейді. "Құрайштың баласынан көр" дейді. Ана қарап көрдіңіз бе? Ақиқатты көріп тұр, теріс айналды деген осы. Құрайштың Мұхаммедінен көр дейді. Өзіміздің ауылдағы өтірікші Мусайлам білеміз өтірікші екен дейді.
сол абзал ғой бізге деп қояды. Сөйтіп адамдар мүртат болып діннен шығады. Солармен соғысады бұл жаңағы Сумама ибн Усаль. Содан кейін Бахрейн жеріне дінді апарады. Бахрейн деген мына жерде арал бар. Жаңа Парс шығанағында. Сол жерге дінді апарып, сол жерден қайтып келе жатқан кезде жолда қастандық жасап өлтіреді Сумама ибн Усальді радиаллаху анху. Міне осындай керемет қиссасы бұның сол хижреттің 6 жылының ең алғашқы айында болған екен.